Бразилия президенті Дильма Русеф осы елдегі ең ірі мұнай компаниясы Петробрастың басшысымен топ-менеджерлерін ауыстыруға келісті. Үлкен кәсіпорынды былыққа батырған шенеуніктер Латын Америкасындағы ең үлкен мемлекеттің әлем алдындағы абыройына нұқсан келтірді. Жең ұшынан жалғасқан жемқорлықтан басқа Бразилия соңғы 80 жылда болмаған құрғақшылық пен экономикалық қиындықтардан еш жияр емес. Тақырыпты Ернат Қашқынов толықтырады. Бразилияның көптеген аймағы құрғақшылық зардабын тартуда. Бұл соңғы 80 жылдағы ең ауыр қуаңшылық болып тұр. Ми қайнатқан аптабыстық елдегі ең үлкен су қорларын буға айналдырып, талай су қоймасының табанын құрғатты. Сарапшылар мұндай сындарлы шақта үкімет электр энергиясын пайдалануды шектеуі мүмкін деп қауіптенуде. Биыл энергия бағасы бүкіл ел бойынша орта есеппен 30%-ға өседі деп отырмыз. Ал мұның өнеркәсіп тауарларының құны мен жалпы бағаларға кері әсері орасан болмақ. Бұдан басқа бізді электр энергиясын тұтыну көлемін жаппай шектеу күтіп тұр. Сондықтан осы жылғы бюджетті қайта қарау керек болады. Оның үстіне Бразилиядағы ең ірі мемлекет мұнай компаниясы Петробрастың басы жемқорлық былығынан арылмай тұр. Былтыр осы кәсіпорынның басшылары инвесторлармен жасалған әрбір келісімшарттан 3%-ық астыртын ақшалай үлес алып отырған. Биліктің мәлімдеуінше шарттағы бағаларды асыра көрсету салдарынан 4 миллиард доллардай шығын келген. Жергілікті ақпарат құралдары президент Дильма Русеф атышулы компания басшысынан бастап барлық топ менеджерлерді наурызда орындарынан босатуға келісім берді деп хабарлауда. Diante desse quadro de eminente racionamento, Петробрастың бүкіл саласы жемқорлықпен шырмалған. Қазір бұл қылмыспен күрес аяусыз жүріп жатыр. Осылайша Бразилияның ең ірі компаниясы сырт елдерге мемлекеттің басқару жүйесін өте жаман жағынан көрсетуде. Қазірдің өзінде электр энергиясын өндіріп, халыққа ұсынатын ірі кәсіпорындар шығынға белшесінен батуда. Себебі олар бұған дейін энергияны арзан көздерден алып ұсынып келсе, енді тұтыну көлемін толық қамтамасыз ету үшін табиғи газ, көмір немесе мұнай сияқты өте қымбат ресурстардан өндіруге мәжбүр. Осыған орай электр энергиясын пайдалануға арналған коммуналдық төлем бағамы 60%-ға дейін қымбаттауы мүмкін. toda a rede de corrupção que está Бағалардың шарықтауын тежеу үшін пайыздық мөлшерлемелердегі өсім тұтынуды қысқарту арқылы қолдан әрең ауыздықталып отыр. Бұл бағаларды бақылауда ұстауға арналған ақша саясатын жүргізу тәсілі. Алайда өндіріске зор кедергі келтіреді. Ал тұтыну көлемі азайған сайын экономика әлсіреп, жұмыссыздар көбейе береді. Бразилияның ұлттық валютасы реал өткен аптада 3%-ға құнсызданды. Сондай-ақ жақында қаржы министрі жанармай импорт және тұтынушылық бағыттағы несиелер мен косметикалық заттарға салынатын салық көлемі артатынын мәлімдеді. Осындай қордаланған күрделі мәселелердің барлығы президенттігінің екінші мерзімі енді ғана басталған Бразилия басшысы Дильма Русеф үшін ауыр сынақ болғалы тұр. Ол мемлекет тізгінін ұстаған алғашқы 4 жылда бюджет тапшылығы артып, экономикалық өсім бәсеңдеп, инфляция көлемі едәуір өскен болатын. Ернат Қашқынов, Әсет Толыбаев.